келуіне байланысты біздің мектеп, яғни Әлкенов атындағы нөмірі 40 мектеп лицейінде осы іс-шараға қатысты. Халықаралық кітапханалар күніне байланысты көптеген іс-шаралар өткізіліп жатқандарын сендер білесіңдер. Осыған байланысты кітап оқуға құштар мектеп, кітап оқуға құштар ұлт ұғымын негізге ала отырып, Әлкенов атындағы нөмірі 40 мектеп лицейінде осы іс-шараға белсене қатысуда. Жалпы оқушылар, сендер ертегі оқыдыңдар ма? Қандай ертегілерді білесіңдер? Алдар көсе. Жақсы. Тағы? Ерке қыз. Тағы? Күл қыз. Күл қыз. Керқұлақ. Кереме Жәнібек. Өте керемет ертегілер. Барлықтарын білетіндердей, кішкентай кезімізде барлығымыз кітап оқумен өстік, әсіресе ертегімен. Осыған байланысты біз бүгін Қаңбақ шал ертегісін оқитын боламыз. Құрметті оқушылар, кітапты мен қазір оқып беретін боламын. Барлығымыз мұқият тыңдаймыз. Осыған байланысты кейін сұрақтар қойылады. Жақсы ма? Қаңбақ шал біздің ертегіміздің аты. Не себепті Қаңбақ шал деп аталынғанын қазір біз бәріміз бірге білетін боламыз. Бұрында Қаңбақ шал деген шал болыпты. Мал мен басқа зар болыпты. Кедейліктен шықпапты. Ол ау салып балық аулап тамақ асырапты. Жел соқса, шал домбала жөнеледі екен. Содан соң оған Қаңбақ шал деген ат қойылыпты. Күн сайын ауына ілінген екі балығының біреуін түлкі әлімжекті қып тартып жей береді екен. Түлкінің қорлығына шыдай алмай, шал бір күні екінші бір жерге көшем деп дүние мүлкін арқалап жолға шығыпты. Шаршаған соң оны бір жерге көміп кетіпті. Бір жерге елдің сойған малынан жинап алған ішек қарнын көміп кетіпті. Бір жерге қарындағы айранды көміп кетіпті. Үжіктің салмағымен Қаңбақ шал ұшып кетпей, үжіктен айырылған соң жермен ұшып бір жерге түседі екен. Осы жерге дейін жалпы не түсінді? Қаңбақ шал деп аталуының себебі неде? Кім түсінді? Ол жел соққан соң, ол домалап жөнеледі. Не себепті ол көшемін деп шешкен екен? Түлкі оны мазасын алды. Түлкінің бұл жерде қандай қасиетін көреміз Қаңбақ шалдың мазасын алуынан? Ол бәрін ала беру және сосын тағы да ұлық жасайтын. Сені қалайтын? Ол Қаңбақ шалға әлімжекті көрсетіп, оның бағын ұрқылады. Негізі біреудің затын тартып алған дұрыс па? Не себепті дұрыс емес? Өйткені оның заты емес. Өте дұрыс. Демек, өзіне тиесілі емес атты қол сұғуға болмайды, Келесі. Қараса, бір дәу екі тауды бір-біріне шақпақ қылып ұрып тұр екен. Дәу, қайда бара жатқан шалсың? Кел екеуміз күш сынасайық, деп қазандай бір қара тасты көтеріп, аспанға лақтырып жібереді де қайта қағып алып, ал шал, сен де осылай қақпалып етші дейді. Шал сасып қайтерін білмей тасты құшақтап, аспанға бір, тасқа бір күнімен тұрады. Сонда да, әй, неғып тұрсың, лақтыр дейді. Шал тұрып, аспанға лақтырсам, аспан жерге айналып түседі-ау деп, жерге қақпай түсірсем, жер ортасынан ойылып түсеме деп, қауіп қылып тұрмын дейді. Сонда дәу келіп шалдың қолынан ұстай алады да, ақсақал, лақтырмай-ақ қой, текке қырылып кетерміз деп жалынып қойғызады. Дәудің ақылы таяздығын біліп шал ерленіп дәуге, кел жерді ішек қарнын шығарайық дейді. Бұл жерде Қаңбақ шалдың қандай қасиетін көреміз? Қандай қасиетін көреміз? Ақылдығы, өйткені ол тасты лақтырмаса, ол дәуден жеңіліп қалушы, Жалпы бұл жерде Қаңбақ шалдың қу мінездігі байқалады, Дәуден жеңіліп қалады біліп тұр ғой жалпы. Тасты көтере алмайды, ол ойы қуатты емес. Осыған байланысты ол ақылдың көмегіне жүгінеді. Дәу жүгіріп келіп жерді теуіп қалады. Жер тізеден ойлады.
ештеңе шықпайды. Шал өзі бұрын көміп қойған қаны, жыны арылмаған ішек қарын жатқан жерге жүгіріп барып теуіп қалса ішек қарып шығады. Дәу қорқады. Сонда шал: «Кел, енді жердің миын шығарайық» дейді. Дәу барып пәрменімен келіп жерді теуіп қалады. Жер тағы да тізеден ойылады. Ештеңе шықпайды. Шал айранын көміп кеткен жерді жүгіріп барып теуіп қалса, бұрқ етіп айран шыға келеді. Дәу одан бетер қорқады. Мына шал не деген орасан күшті деп шалдың айтқанын істей береді. Ақыры шал одан қалай құтыларын білмей, «Енді қайт, ертең бізге қонаққа кел» дейді. Дәу жарайды деп кетіп қалады. «Тақсыр, қайдан қашып келесің?» дейді түлкі. «Бір пәле шалдың қырсығынан құтыла алмай қашып келеміз» дейді. Түлкі: «Сол қаңбақ шалдан қорқып жүрсіңдер ме? Менімен жүр, мен сенің өшіңді алып берейін» деп дәуді ертіп шалды іздеп қайтып келе жатса, шал лашықтың жанында тұр екен. Түлкінің ертіп келе жатқанын көріп, шал айғай салады: «Ей, түлкі-ау, арғы атамды, алты атамды құны бар, бергі атамды, бес атамның құны бар, өзінде бітіспейтін кегім бар, үш дәуді сол үшін бергелі жатырсың ғой деймін, бәрібір оны мен бітпеймін» деп дауыстайды. Сонда дәу қорқып, «Бұл бізді сол аталардың құтына безді алдап, алып келе жатыр екен ғой» деп ойлады да, түлкінің құйрығынан алып, жерге бір ұрып өлтіріп алды, артына қарамастан қаша жөнеледі. Сөйтіп қаңбақ шал дәулер мен түлкілерден осылай құтылған екен. Не түсіндік? Кім айтып бере алады? Қандай қасиетті көрдіңдер соңғы жаңа оқыған жерде? Дәу мен түлкінің диалогынан. Түлкі қаңбақ шал кім екенін білді. Ал дәулер ол қаңбақ шалдың ақылдылығынан қорқып қалды. Сосын түлкі айтты: «Жүріне, ол жеңеді екенін білді түлкі қаңбақ шалды. Бірақ дәулер олар жеңіп қалады деп, ол бізді алып келе жатыр» деді қаңбақ шалға. Әдейі оны жеңу үшін дәулет берді тағы. Сосын дәулер қорқып оны өлтіріп әкелу үшін қашып кетті. Ол қашқаннан кейін ол өзі қашпай бірінші түлкіні өлтіріп тастады. Сол арқылы қаңбақ шалдың мәселесін шешіп берді. Ол не істепті, көшіп кеткен болатын. Түлкі оған маза бермеп еді ғой, ал дәу болса оны өлтіріп тастады. Ол еще өзі де қашып кетті. Сол себепті ол жалпы оқушыларда қорытындылай келе, біз күнделікті өмірде кітап оқуға уақыт бөлуіміз қажет. Біздің әрбір мектепте өзінің жеке кітапханалары бар. Сол себепті кітапханаларға кіріп, содан өздеріне қажетті кітап алуларын керек.